Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің кезекті тақырып бұл бизнесті қай уақытта бастаған дұрыс. Жалпы белгілі бір уақытта бастасақ, нақты 100% жетістікке жетеміз деген әңгімені бүгін мінекей сіздермен талқылайтын боламыз. Ең алғашында айтқым келгені, жалпы қазақта неше түрлі мақалдар бар, бәріміз білеміз, бірақ та сол мақалдардың барлығы 100% әр адамға сәйкес келе бермейтінін аңғару керек. Себебі бұрыс мақалдарда кездесіп жатады. Мысалы ретінде 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмайсың деген нәрсе бар. Мінекей болды да түрлі жағдайлардан қарастыру керек, бірақ та нақты кәсіп түрінен келетін болсақ, бұл мақал бізге мүлдем сәйкес келмейді. Себебі жалпы айтарым, бизнесті кез келген уақытта бастауға болады. Қай уақытта адам өзі жалпы дайын, сол кезде істей берген дұрыс. Ақша жоқ па? Ақша тап, бизнес баста. Ақша бар ма? Қазір баста. Міне болды, мәселенің барлығы осымен шешіледі. Оған анық мысалы тағы да көп адамдардың қоятын сұрағы, сұрап жататын нәрсесі, бұл қашан үйленген дұрыс? Қашан? 16-та ма? 18-де ма? 20-да ма? 22-де ма? 25-де ма? 30-да ма? 35-де ма? 40-та ма? Білмеймін, ешкім білмейді бұл сұрақтың жауабын. Әр адам өзінің қалауынша үйленеді. Әркім өзі біледі, жетілгеніне байланысты, ой санасына байланысты. Мысалы, кейде болады 30-дағы кісі әлі де ата-анасымен тұрып жатады. Кейде болып жатады 20-дағы кісі шынымен көп ақша тауып өзі мысалы бөлек шыға алады. Міне сондай нәрселер бар. Адамның ой санасына байланысты, өзінің табысына байланысты, барлық факторларға тікелей қатысты. Міне сол үшін бұл жерде қаншада үйленген дұрыс және қай уақытта бизнес бастаған дұрыс деген екі сұрақ мүлдем орынсыз болып келеді. Барлығы тікелей адамның өзіне байланысты және бұндай сұрақтарды қойған адамдардың өздерін мен мысалы түсіне бермеймін. Ол кісілер не үшін сұрайды? Себебі ол кісілердің басты мәселесі өзі басқалармен өзін салыстыра береді, өзгелерді тыңдай береді. Маған ата-анам айтты 20-да деді, мен 20-да. Бәрі бізде үйде бүгін 18-де үйленіп отыр, мен 18-де. Маған 25-те деді, 25-те. Мүмкін сен 25-те дайын емессің, мүмкін сен 22-де дайын болғансың, ал артынша дайын емессің, мүмкін сен 30-да дайын боласың деген сияқты. Сол үшін адамдардың айтқанына құлақ асқан кісілер керісінше өкінішке орай дұрыс емес нәрселер жасап жатады, түбі оның ешқайда алып келмей жатады. Міне осындай нәрселер көп уақытта кездеседі. Егер сіз өзіңіз басқалармен салыстырмасаңыз, тек өзіңізбен өзіңіз салыстырсаңыз, демек міне сол кезде ғана жетістікке жете аласыз. Басқалармен салыстырып өзіңіздің керек емес, себебі оның бәрі мүлдем бөлекті. Олар Құдай басқа өмір берген оларға, олардың тағдыры басқа, сіздікі мүлдем басқа. 8 миллиард адам бар және 8 миллиард адамның 8 миллиард түрі бар, 8 миллиард өмірі бар, а сіз уже басқалармен салыстырасыз, мен сондай жасағым келеді деген сияқты. Бұл енді вообще орынсыз. Өзіңіз сонда ойыңыз жоқ па деген сияқты міне неше түрлі қызық ойлар келіп жатады. Енді айтқым келгені міне тағы соңғы қорытындылайтын нәрсе, бұл бізде мынандай Кемел адам деген керемет кітап бар. Сол жердегі бір анық мысалды көрсеткім келіп отыр. Жалпы бұл тақырыпты да міне осы кітаптан шабыт етіп алған едім. Жасы ұлғайғанда жетістікке жеткен талай жандар бар. Мысал ретінде міне қазір оқып беремін. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық 40 жаста берілген. Хакім Абай өзінің қара сөздерін 45 жасқа толған шағында 1890 жылы ғана жаза бастады. 45-ке келген кезде. Табиғи философияның математикалық бастамалары деген атақты еңбегін Исаак Ньютон 44 жасында жазған. Осы еңбек арқылы бүгінгі таңда қолданыстағы инженерлік саланың негіздері қалыптасты. Ахмет Байтұрсынұлы 40 жасында 1913 жылы қазақ газетін шығаруды қолға алған. Әйгілі композитор Бетховеннің дәуірлеу кезеңі 35 пен 45 жас аралығы. Осы кезде философиялық ойға құрылған шығармалар жазды. Ыбырай Алтынсарин 46 жасында Ырғызға қыздар мектебін ашты. Бұл қазақ халқын ағарту жолындағы ең елеулі еңбектердің бірі. Түрік азаматы Емин Жандан Құран жаттауды бала кезінен армандап, оған 67 жасында қол жеткізді. Рим сенаторы Марк Катон грек тілін 80 жасында үйренген. Римнің сенаторы болып отыр. Сократ 70 жасында түрлі музыкалық аспаптарда шебер ойнауды меңгерген. Неміс тарихшысы Леопольд Ранке өзінің әлем тарихы еңбегін 91 жасында аяқтаған. Лев Толстой 82 жасында жас жігіттерше шалғымен шөп шабатын. Ол қартайған жасына қарамастан конькиде сырғанап, велосипедте тебетін. Бір аяғымен 40 рет отырып тұратын. 82-де Англияда заң кеңесшісі болып қызмет атқарған Арчи Уайт 96 жасында университет түлегі атанып, ел тарихында ең қарт студент атанды. Қытайлық танымал кәсіпкер Джек Ма 36 жасында алғаш рет жеке кәсібін бастаған. Қазіргі таңда ол әлемдегі ең бай адамдар қатарында. Рэй Крок 52 жасында Макдональдс компаниясының негізін қалап, әлемдегі ең үлкен фастфуд компаниясының франшизасын
жолын қалыптастырды. Джон Стит Пембертон 55 жасында Coca-Cola компаниясын құрды. Гарланд Сандерс KFC ресторанды желісін 62 жасында айналымға шығарды. Көрдіңіздер ме? Мінеки өз қалауын, өзіне ұнайтын нәрсесін, қолынан келген нәрсесін міне 30-дан кейін, 40-тан кейін, 50-ден кейін тоқтамай жұмыс жасау арқылы мінеки тапты, еңбек арқылы тапты. Бұны айтып отқан себебім әрине қартайған шақта бір нәрсе бастау керек дегенде сөз емес, ерте қозғалуға мүмкіндік бар болса, бұл жерде айтарым 25-ке келіп бот менің уақытым өтіп кетті, 35-ке келіп бот менің уақытым өтіп кетті, бәрі кеш қалды, бот айналыспаймын, бұның бәрі дұрыс емес деген ойға келу әсте өкінішке алып келеді. Сол үшін кеш қалмадым деймей, ешқашанда кеш емес, ештен де кеш жақсы деген сөздер бар. Сол үшін кәсіп бастауға кез келген уақыт қолайлы. Егер жүріп кетсе тамаша, егер өзіңіз дайын болсаңыз тамаша, егер қаражатыңыз бар болса мінеки өте керемет. Сұрақтарыңыз болса тағы да күтетін боламын. Сонымен бүгінгі видео осы. Егер видео пайдалы болса лайктарыңызды баса отырыңыздар, пікірлеріңіз болса так комментарийде төменде күтемін. Сіздермен бүгін болған мен Санжар Айдар. Енді келесі видеоларда сіздермен көріскенше